Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Достықтан махаббатқа ұласқан топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-шы Сағыз дорамасы. Пак Ли Хван шығыс медицинасымен айналысатын клиниканың егесі. Ол еңбекқор әрі анасымен жақын досы, Ким Хен аға барынша қамқор. Ал Ким Хен а 8 жылдан бері радиода істейтін продюсер. Ол ашық жарқын көңілді көрінгенімен жан жарасы бар қыз. Ли Хван екеуі кішкентайынан бірге айырылмас дос. 9-шы Сен мені естен тандырасың дорамасы. Онсон француз тілінен аудармашы болып істейтін қыз. Университетте ол Ким Ребонды кездестіріп, онымен 8 жылдан бері дос. Қиын кездерде Онсон Ребонға көмек сұрап келеді. Досының күтпеген мінездерін үйренген ол әрқашан көмек беруге дайын. 8-ші 1988 жылдағы жауап дорамасы. Бұл оқиға көптеген жылдар бойы бір отбасы ретінде қатар өмір сүрген көршілер туралы. Сондық отбасында ортаншы қыз әрі кең пейілді көңілді қыз. Ал соны көп сөйлемейтін, сабақты жақсы оқитын жігіт. Олар бір аулада өседі және әрқашан бір-бірлеріне қамқор болады. 7-ші Ол әдемі болған дорамасы. Джи Сон Джун бала кезінде толық келген көзілдірікті бала болған. Өсе келе ол әдемі және өзіне сенімді адамға айналады. Және көптеген жылдардан кейін Кореяға оралады. Ал Ким Хен Джин кішкентайында әдемі қыз болса, өсе келе келбеті өзгереді. Бала кезіндегі досын іздеген Сон Джун Хен Джинге кездесуге ұсыныс жасайды. 6-шы 1997 жылдағы жауап дорамасы. Оқиғаның негізгі бөлігі 1997 жылы Пусанда өтеді. Сон Шибон қарапайым мектеп оқушысы, бірақ ол энергияны оқуға және болашақ туралы ойлауға емес, танымал топтың жанкүйері болуға жұмсайды. Ал Юнин же сыныптағы ең жақсы оқитын оқушы және Шибонның балық шақтағы досы. 5-ші Пиноккио дорамасы. Дорама шындыққа жетуге тырысатын жас тілшілер туралы. Чве Инха Пиноккио синдромымен ауыратын, яғни өтірік айтса ықылығы ұстайтын қыз. Оған керісінше жалған атпен өмір сүретін, Чве Дальпо шындық әрқашан жақсылыққа келеді дегенге сенбейтін жігіт. Бірге өскен олар баспасөз бюросының тілшісі ретінде жұмысқа орналасады. 4-ші нөмірі 1-ші саундтрек дорамасы. Дорама 20 жыл бойы бір-бірін танитын достар жайлы. Хан Сону көп сөйлемейтін, мейірімді әрі сымбатты фотограф. Ал Ли Йонсу өз ойын айтудан қорықпайтын көңілді қыз. 2 апта бойы бірге тұрып, бір-біріне бауыр басып қалған олар шынайы сезімдерін жасырады. 3-ші Менің 3-ші сортты жолым дорамасы. Годон Ман бұрын таеквондомен айналысып, кейін ережесіз жекпе-жекке ауысқан спортсмен жігіт. Ал Чхве сауда орталығында ақпараттық бөлімде істейтін, тележүргізуші болуды армандайтын өзіне сенімді қыз. Ұзақ уақыт дос болған олар бір-бірлеріне әрқашан демеу болады. 2-ші Бақыт дорамасы. Полицияның арнайы отрядының агенті Юн Себом мемлекеттен тегін үй алу үшін досы Чон И Хёнға жалған некеге отыруға ұсыныс жасайды. Чон И Хён ақылды және адал тергеуші. Алайда енді көшіп келген олар вирустың әсерінен зомбиға айналған адамдар арасында қалады. 1-ші Ауыр атлетика перизаты Ким Бок Чу дорамасы. Ауыр атлетикамен айналысатын 20 жасар Ким Бок Чу бала кезінен керемет күшке ие. Тез ашуланатын мінезімен қатар, ақкөңіл әрі тез ғашық болғыш. Ол өзінің бала кезіндегі досы Джун Хёнды университетте кездестіріп, оның ағасына ғашық болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.